Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытаймен келген кезекті тапсырыс JD.ru сайтынан келді. Қараша айының аяғында тапсырыс берген болатынмын. Бұл затты. Бірақ мінекей бүгін ақпанның басы. 2 айдан көп уақыт жүрді. Кешігіп болса да жетті. Мінекей бұл жерде көріп отырғандарыңыздай наушник, яғни құлаққап, беспроводной дейді, сымсыз, 4 в 1. Яғни наушник, жаңағы әрі гарнитура қызметін атқарады, FM радио және MP3 плеер қызметін атқарады екен. Неке мына жерде жазып қойыпты, супер бас, detachable кабель дейді. В общем, неке осындай наушник келді. Неке наушнигіміз осылай жиналады екен. Мына жерлері бір резина сияқты өзі. Бір резинадан жасалған материал. Сондай жұмсақ, іші қуыс, мінекей ауыл сияқты. Сырты барлығы пластиктен жасалған. Комплектісінде мінекей мынандай микро USB кабелі бар, зарядкаға арналған, және мінекей мынандай зарядка отырып қалған кезде жай қарапайым наушник сияқты тыңдай беретін осындай бір кабелі бар. Салмағы оншалықты ауыр емес. Оң жақ сол жағын қалай білеміз енді. Мына жерде мінекей жазылған екен, L дейді, яқта R, left, right. Яғни сол жақ, оң жақ. Оң жағында мінекей мына жерде батырмалар орнатылған. Мінекей play пауза дейді, келесі артқа, мінекей дауыс реттегіш батырмалар да осы екен. Мына жерде переключатель, яғни FM мен радио мен MP3 плеерді ауыстыратын. Мына жерде шамасы қоңырау көтеретін батырмасы болу керек. Мына жерде флешка салынады және зарядкаға арналған мінекей микро USB ұяшық. Мына жерде мінекей андай кабель тығылады. Мына жерде тесігіш шамасы микрофон болса керек. Мінекей мына биіктігі де реттеледі. Ал енді бұл наушникті тексеретін болсақ, мінекей мына жерде қосу батырмасын басамыз. Music деп шықты да, мінекей мына жерде флешка салып қойған болатын. Сол флешканың ішіндегі өлеңдерді оқып жатыр. Мінекей мына жердегі батырмалар арқылы келесі трек, алдыңғы трек деген сияқты осылай ауыстырып тыңдай берсек болады. Және мына жерде FM, мінекей FM радио деп айтты. Енді бұл жерде радионы ауыстыру үшін мына батырмаларды басып отырып ауыстырамыз. Бір рет басқан кезде келесі каналға ауысып кету деген жоқ екен. Және келесі функциясы бұның мінекей BT wireless дейді. Яғни Bluetooth қосылды деп айтып жатыр бізге. Бұл жерде Leeko смартфонды қазір қосып көреміз. Бұл енді Leeko смартфонды қосатын себебіміз бұл жерде мінекей мына жерде көріп тұрғандарыңыздай наушник салатын ұяшық жоқ. Сол себепті осындай Bluetooth наушниктер осы смартфондарға өте керек деп ойлаймын. Дауысын көтеретін болсам, Bluetooth арқылы телефонындағы музыканы мінекей наушник ойнатып жатыр. Бұл музыкаларды мінекей мына жерде батырмалардың көмегімен ауыстырсақ болады. Және бұл наушниктің тағы бір артықшылығы, мінекей мына жерде телефон тұтқасының суреті тұр. Осы тұтқаның көмегімен, мысалға бізге қоңырау келіп жатса, телефонымызға осы батырманың көмегімен қоңырауды көтеріп сөйлесе берсек болады. Өйткені мына жерде мінекей мына жерде микрофоны бар. Осы микрофон арқылы біздің дауысымыз өзіміздің сөйлесіп жатқан адамға естіледі. Жалпы наушниктің дауыс жағына келетін болсақ, негізі дауыс сапасы жаман емес. Дауыс өлең тыңдаған кезде жаңағы әншінің дауысы барлығы тұнық естіледі. Тек жаңағында бас, низкий частоты дейді, төменгі жиіліктер, частоталар, бас онша шықпайды. Неке осылай жиналып, бір жаққа қалтаға сала салғанға да, болмаса бүйтіп қойып мойынға іле салсақ та, ешқандай шнурсыз ары бері көтеріп жүргенге өте ыңғайлы. Неке түрі де жаман емес, сапалы, неке пластигі. Ешқандай бір жазу жоқ, артық қосылып тұрған кезде, мынау Bluetooth-бен жалғанып тұрған кезде осылай көк жанып тұрады. Неге достар осындай құлаққап, яғни наушник. Негізі маған бұл наушник
$7 айналды. JD.ru сайтынан купон арқылы. AliExpress'те шамамен $10 шамасында болу керек, ұмытпасам. Енді бұл наушникті қай жерден алуға болады, бағасы қанша екен, осы видеоның астындағы сілтемеден көре аласыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, арнаға жазылып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.